десеңіз, бойында рухани құндылық дарымаған баланың, сіңбеген баланың болашақта жай ғана қарапайым адамгершілік қасиетті көре алмаймыз. Бойында құндылық нәрі егілмеген баланың арманы аласа пайым парасаты төмен болады. Ал өмірден рухани байлығы жинаған бала болашақта арманы асқан, ақыл ойы терең болады. Ұлы жазушы Ломоносов өзінің немересінен өскенде кім боласың деп сұраған екен. Немересі сіз сияқты жазушы болып қой. Сонда атасы онда көпке бармайсың деген. Себебі мен сенің жасында Құдай болуды армандаймын. Адамға қалай емес, не үшін өмір сүру керегін ұқтым. Қалай өмір сүру керегін өзі-ақ үйрендім. Шәкірттеріңіз тәрбиелі, дана тұлға болсын десеңіз, Сейілбек Мырзабайдың балалықтан